14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мен дисконт қартам қайда? Сен не қалтыма салған жоқсың ба? Сен маған сал деп айтқан жоқсың ба? Сен не денің сол ма? Ақымақсың ба? Кереңсің ба? Мен саған көк шалбардың қалтасына тұр деген жоқпын ба? Сен немене осы бар бәлең бәрін менен көресің? Сал жүрмейсің бе өзің ақылды болсаң? Бала емессің, шаға емессің. Немене сен бүкіл дүниеңді түгендеп жүруің керек пе? Болды. Бір сөз айтса, оны айтпай. Сенің кесірінен міне 5% жеңілдіктен айырылатын болдық. Сен соған миың жетпейді ба? Тиын санады, жүр солай. Жоғал, көзіме көрінбе, құрып кет. Кетем. Ассалаумағалейкум. Бір күн ұрыс болған үйден 40 күн береке қашады деген. Әйел мен еркектің жанжалы қай ортаның болмасын құтын қашыратын ыңғайсыз бір жағдай. Мысалы, мына жұптың бұл кикілжіңі біз сипаттап жүрген күнделікті жай ғана ыдыс-аяқтың сылдырына ұқсамайды. Бұл ар жақтан жиылған запыран реніш пен көнеден кернеген кінәласудың пісіп жетілген түрі секілді. Әйтпесе, ырың-жырың ұрыс-керістің былайғы көрінісі болмашы дүниеден басталады. Алайда осы болмашы дүниелер келе-келе үлкен мәселеге айналып, отбасы түгіл әулет түгілі қоғамның бас ауруына айналып жатады. Ендеше ерлі-зайыптылар неге кінәласады? Еркек пен әйелдің қарым-қатынасын тұйыққа тірейтін текетірестің негізгі себептері қайда жатыр? Кеше ғана жарым деп құшқан жанды бүгін неге жек көреміз? Неге ажырасамыз? Бүгін осы турасында аз-кем ақылдасып, өзара кеңесіп, жол іздеп көрелік. Ол үшін біз мысал еткелі тұрған мына отбасының өткен күндеріне аз-кем шегініс жасап байқайық. Болсайшы әлі тұрсын ба езіп? Енді робот емес шығар. Жанымда алмашы сен. Осы шалбарды кеше түнде өтіктеп қойса болады ғой. Өзіңде бір қайырсыз қатын болдың ғой. Осы шалбар екенін қайдан білем, а? Ескеп білем ба? Қайырсыз қатын болсам, қайырлы қатын тауып ал. Соған үтіктет, құршы барыр. Міне өкінішке орай, бұл біздің қоғамда жай ғана ұрыс қатарына кіретін жайсыз әңгіме. Бірақ осындай майда-шүйде дүниелер бара-бара өзара кінәласудың негізгі себебін айналады. Еркегі кеше ескертпеген ісі үшін талап етеді, енді әйелі соны бетіне салық қылып, өзін айыптап отыр. Енді мәселеге объективті түрде қарап көрелік. Әділдік үшін айтайық, бұл жерде еркектікі дұрыс емес. Кеше өзі тапсырмаған іске бүгін әйелін кінәлауы тіптен орынсыз қылық. Енді осы ситуацияға тән ең идеалды жағдайды үшке бөлуге болады. Еркек өз киімін өзі түктесін. Себебі бұдан еркектің беделі түсіп қалмайды. Қайта отбасындағы өзара мейірімге себеп болатын құптарлық іс болуы мүмкін. Әйеліне ертерек ескертсін. Онымен қоймай пысықтап есіне сап қойсын. Себебі әйелдің үйдегі күйбеңі таусылмайды. Және не дүниені болмасын әйелдің есіне салып тұру әдеті ер адамның негізгі тәрбиелік тұтқас ұстарлық функциясына келіп тірелетін мінез құлық. Тапсырдыңыз ба? Енді есіне сап қойыңыз. Істің барысын қадағалап отырыңыз. Бағанағы шалбарды үтіктедің бе? Ертең соны кием ұмытпаш. Еске салған жақсы болды, ұмытып барады екем. Қас. Немесе мәселені ушықтырмай өзара кешіріммен қарасын. Бүлінген дүние жоқ. Шалбардың үтіктелмеуі үшінші дүниежүзілік соғыстың басталуы емес. Мысалы, дәл сол сәттегі эмоцияға үңілейікші. Шынында шалбардың үтіктелмегенін ашуланып тұрсыз ба? Әлде еске ренішіміз немесе еркектік әлімжеттілік инстинктіңіз оянып, сол ашуға түрткі болып тұрма? Мүмкін жаңа ғана бастықтан естіген ұрысыңыздың ызасын шығарып тұрған боларсыз. Әйеліңіздің орнында басқа адам, жеңгеңіз, қарындасыңыз, әріптесіңіз болса, олай ашуланбас едіңіз. Солай ма?
Қап кешкетін болдым ау, Жаным, кешірші енді, мен де білмей қалып. Жолынан тостым ау, Қап өзімде кеше саған айтпағым ғой. Бұның да бір қайыры бар шығар. Негізі қандай жағдай болмасын, кінәласудың алдына сәл ғана түсіністік шықса болғаны. Мәселе шешіліп жатыр, тек сәл ғана түсінісу. Енді еркек тарапынан болатын мынадай бір жағдайға назар аударып көрелік. Тым құрса мына шұлығыңды жинап жүрші сен. Жоқ, сөйлемеш. Сенің артыңнан қашанға теремде жүрем. Шаршаттың сен мені. Өзің апар салаташ, уақыт жоқта. Әй, мына шұлықты алып, кірге салуға не уақыт керек саған? Осы сенің аузың жабыламаймын. Мына нәскиді апарып сала сал саған қиын ба осы саған. Қателік осы, еркек үйдегі шаруаны толық әйелдің мойнында деп ойлауы. Әрине, әйел отбасының ұйытқысы дегенмен ердің ұқыптылығы балаға үлгі, әйелге мейірім сыйлайтын аса маңызды дүние. Ер адам жинақы болса, отбасының тыныштығы мен берекесі артпаса кемімек емес. Және осы сахнадан байқағаныңыздай, әйелде артық сөз айтып қойды. Сенің артыңнан қашанға теремде жүрем. Шаршаттың сен мені. Бабаларымыздың байыпты танымынан қалған, тегімізден тамыр алатын тәліміміз жетерлік. Соның бір парасы әйелдің еріне қатысты ешқашан қолдануға болмайтын сөздер тізімі. Назар аударыңыз. Сенен бір жақсылық көрмедім. Сен ақ шаршаттың осы мені. Сен ылғи өстейсің ғой. Сен қолынан түк келмейді. Көндік қойғанда. Қандай жалқау адамсың. Ана Гаухардың күйеуін қараш, қандай жақсы адам. Нағып саған шықты ма екен осы? Бұл сөздер еркектің көңілін суытып қана қоймай, оның әйелге деген құрметі мен мейірімін де алып қою мүмкін. Кейде әзілмен, кейде ашумен шығатын осы қылықтың салдары еркектің әйелге деген сезімін сарсаңға салып, бірте-бірте жек көрінішке ұласуы мүмкін. Әсіресе әйел адам мұндай сөзді күйеуінің туыстары мен достарының арасында айтуына болмайды. Сен қолынан түк келмейді. Көндік қойғанда. Бұл шаңырақтың шайқалуына себеп боларлық үлкен қателік. Енді біздің халық отбасындағы берекенің салмағын әйелден гөрі еркекке салады. Тәрбиенің тізгінінде әйелдің сүйексіз тілінен гөрі еркектің байыпты мінезіне байлауды құп көреміз. Ендеше ер адамның жауапкершілігі әйелден жоғары. Демек, оған да салынатын тыйым сөздер мысалын келтіре кетейік. Қыз кезінде басқа едің сен. Не болып барасың өзің? Қолыңнан не келеді осы сенің, Шіркін, мына актрисаның әдемісін ай. Тамағың дәмсіз, бір риза алмадың ғой өзі бір. Ой, біздің қатын осы ғой, шаш жалбырап түске дейін ұйықтап жатады. Ана Мырзалының қатыны қандай тамаша. Керемет қой. Осы сенің әке-шешеңде бір шаршатты. Осы және осы тақылеттес наразылықтар үшінші біреудің алдында да, жеке қалғанда да айтылмауы ләзім. Бұл сөздер әйелдің нәзік сезімтал жүйкесіне әсер етіп, стресске ұрындыруы мүмкін. Әйел адам өз тарапынан айтылған ауырсынды ешқашан ұмытпайды. Әсіресе өзі жақсы көріп, өзі тағдырын сеніп тапсырған адамнан ауыр сөз есту ол үшін нағыз трагедия. Әрине, жастықпен жаңа қосылғандағы ыстық құштарлықпен кейбір қылықтар еленбей, білінбей кетті деп ойлайсыз. Бірақ сөз қорғасын. Ол тиген жерін ойып түседі және батпандап қалады, тат басады. Санада сыз, жүректе із қалдырар кінәласу күндердің күні өз нәтижесін береді. Кет көзіме көрме. Керек болса басқа ел тауып ал. Осы ма менің естігім келгені? Жек көрем сені. Жек көрем. Көптеген зерттеу қорытындылары ажырасудың негізгі себептері деп мыналарды атап көрсетеді. Қандай да бір мәселені тек ұрыс-керіс, айғай-шумен шешу, пікір келіспеген тұстың түйінін келелі әңгіме арқылы тоқтатудың жолын білмеу. Ер адамның отбасын асырауға құлықсыздығы немесе епсіздігі, мұны жұмыссыздық деген түсінікке жауып, жауапкершіліктен қашу. Екі қолға бір күрек табылады деген тәмсілге тоқтамау. Ер адам отбасын асырауға, бағуға міндетті. Еркектің осы функцияны жете түсіне алмауы отбасының күйреуіне әкеп соғады. Ішімдікпен құмар ойынға құмарлық, ұрлық жасау, үйдегі дүниені сыртқа тасып, түрлі құмар ойынға салбыж беруде бүгінгі күннің проблемасы. Осы тізімнің ішіндегі ең бір қасіреттісі де осы 4-ші пункт. Бұл бір-бірін алдау, көзге шөп салу деп те жатамыз.
Бұл да қоғамның бүлінуіне, жетім жесірлердің көбеюіне әкеліп соқтыртатын үлкен себептердің бірі. Мына бір мысалдар тобы ер жігіттерге арналады. Айталық, әйел адамның астайындауы ер адам үшін қалыпты табиғи процесс болып қабылданады. Сондай-ақ оның дәмді тамақ жасауы да оның қызметіндегі жазылмаған заңдылық іспетті. Яғни, тамақ дәмді болса, ол қалыпты құбылыс деген ұғым бар. Сондықтан әйелді ол үшін мақтамайды. Ал егер ілуде бір болатын кемшілікті байқап қалса, дереу Мына тамағың тұз жоқ қой. деп мінін айтып, кінәртіп шыға келеді. Енді кейде кейбір жігіттер әйелімен отырып шай ішуге де ерінеді. Тым құрса менімен отырып шай ішсеш? Жоқ, рахмет, тойдым. Деп дастарханнан тұрып кетеді. Әйелі өзімен өзі қалып, сопайып отырады. Бұл да араға білінбес, сызат салатын, құпталмайтын қылық. Өзгенің көзінше әйеліңізге өктем сөйлеп, өзіңізді жігіт көрсетпекке ұмтылу да үлкен қателік. Себебі әйел сіздікі. Ол сізге сеніммен қарайды. Сіз де соған сай қарым-қатынас жасауыңыз керек. Шай қой дедім ғой саған. Қаз міне 5 минуттайым. Бол дедім ғой саған. Сіз өзіңіз сыйламаған жарыңызды сіздің досыңыздың немесе ағайын туысыңыздың сыйлауы екіталай. Сондықтан ерлі-зайыптылар өзгенің көзінше бір-бірінің мінін айтудан, өзара өктем сөйлеп тосын мінез көрсетуден сақ болған жөн. Мұнан неғып мына жерде жатыр? Көзіңе қарамайсың ба? Сорлы. Заттарың егі болса, әр жатын әр жерде шашылып жатыр. Бір салақ әйел болдың ғой, басыма сор болып біткен. Өзіңе қарап алшы сен. Аяғың астындағын көрмейтін, өзіңде жесіп тұрған шаман. Болды. Тіліңді тартасың ба, жоқ па? Осы тұрған жерімді қазір бұтшысын шығарайын ба, осы бар ғой? Әрине, сенің басқа қолыңнан не келеді? Ұр! Біз бастапқы проблемаға қайтып келдік. Көрдіңіз бе? Өмірдегі әйел мен ердің қарым-қатынасы кинодағы романтикалық сюжетке, не болары алдын ала келісілген режиссерлық шешімдерге мүлде ұқсамайды. Өмір реал. Ол сан салалы соқпақтан, түрлі деңгейдегі түйіндерден тұрады. Бұл соқпақ кейде біреуді тұйыққа тіреп, кейде біреуді байлап матап, шарасыз етуі кәдік. Ендеше қайтпек керек. Тағы сол қарапайым бастапқы шешім. Сәл ғана түсіністік, сәл ғана сабыр. Ең бастысы кінәласуға асықпау, мін артпауға дағдылану. Ой, бұл жана, еден жуған едің. Жарайды, ештеңе етпейді. Күнделікті күйбеңге еркекке тән биіктен қарауды меңгеру керек. Бұл өмірдің талабы. Түздің шаруасы қалай маңызды болса, үйдегі дипломатияның маңызы одан кем емес қастерлі түсінік. Отбасы қоғамның кірпіші. Кірпіш ыстыққа күйіп, суықта тоңу арқылы шынығады. Біз бүгінгі бағдарламамызда әйел мен еркектің арасында болатын кикілжіңнің кейбір себептеріне үңілген болдық. Әрине, әр отбасының аурасы, жағдайы әртүрлі. Бірақ барлық шаңыраққа керек универсалды тәлім бар. Ол кінәласпау және түсінісу. Дисконт картам қайда? Қалтама салмадың ба? Салу керек пе еді? Сен үндемегесін мен де ойламай қаппын. Мен де бағаны ұмытып кеттім. Ертерек салып қойым керек еді. Оның жеңілдігі бар ме еді? 5%. Қабая, 2000 теңге болсын үнемдерек керек қой. Жарайды. Ештеңе етпес. Қой, шай ішейікші. Егер әлемге танымал ірі компания қожайындарының іскерлік қарым-қатынас туралы ойларын оқысаңыз, бәрінің айтатыны мына нәрсе. Жұмысты артқа тартатын дүние кінәлін іздеу. Ол уақытты алады, қарым-қатынасты бұзады, әділетсіздікке себеп болады. Жақсы басшы қателікті қай жағдайда да өзіне ала біледі, және оның енді қайталанбауы үшін жұмыс істейді. Отбасы бизнестен де маңызды, кәсіптен де күрделі әрі нәзік құрылым. Ендеше жоғарыдағы қағиданы неге үй ішіміздің табысты болуы үшін ұстанбасқа?